Сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз түскі астан артылып қалған гарнирден не жасаймыз? Міне осы сұраққа қарай отырып, бүгін артылып қалған гарнирден екі түрлі тағам жасаймын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бұл гарниріміздің ішінде барлық қажетті дәмдеуіштерімізде, картоплымызда, етімізде, көкөністерімізде, тұз, приправа барлығы қосылған. Өте дәмді гарнир. Енді бұл гарнирімізді блендердің көмегімен езгілеп аламыз. Блендермен езгілей отырып, үстіне қуырылып дайындалған көкөністерді саламыз. Майға қуырылған маймен қосып саламыз. Көкөнісімізді салып, оны да блендердің көмегімен араластырып езгілейміз. Бір бас қызанақ турап саламыз. Қызанақ біздің қойытпағымызға керемет сочный деп сондай дәм береді. Мінекей дайын болған қойытпағымызды, езбемізді сопақша формаға келтіреміз. Және арнайы пісірілетін формамызды жақсылап майлап аламыз. Майлап, осы формаға барлығын орналастырып шығамыз. Енді осы түскі астан қалған сырымызды және қиярымызды майдалап турап, қиярымызды тұздауымыз керек дәм кіргізу үшін. Жарты чай қасық десек болады. Себелеп араластырып азғана қиярдың ғана өзін араластырамыз тұзбен. Солай жасай отырып, жаңағы езбеміздің арасына, сопақша езбеміздің арасын ашып, астына сырымыз бен қиярымызды саламыз. Салып болғаннан кейін сыр мен қиярымызды 160-180 градуста ыстықта 20 минутта пешімізде пісіріп аламыз. Дайын болған тағамымызды мұздатқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Жоғарыда өздеріңізде айтқандай, бұл гарнирімізді мен екіге бөліп қойдым. Енді екіншісіне мен котлет жасаймыз. Ол үшін 3 қасық нан үгіндісін, 1 дана жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Домалақ пішінге келтіре отырып, қызып тұрған майымызға салып, екі бетін ауыстыра отырып, пісіріп аламыз. Мінекей екі түрлі тағам шықты. Өте тәтті, жұмсақ, тойымды ас болсын. Рецептін ұнап жатса, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.